Мен картопты алып, майдалап, чұға етіп, турап, табақтарыма салдым. Онан соң қызыл бұрыш дейміз ғой, тәтті қызыл бұрыш салдым, оның жасыл бұрышын салдым. Кешкі тамақтың қамына кірістім. Пиязды турап салдым үстіне, сосын помидор салдым, қызанақ салдым үстіне, тауық аяқтарын салып, үстіне паприка, тұз және де приправаны салып, қаймақ өте жұмсақ, әдемі етеді. Қаймақ ұнайды маған, майонезбен кетчуп салғаннан гөрі осы қаймақты салғанды ұнатамын. Қаймақты салып, жақсылап араластырамын, барлығын бірден араластырамын. Осыны дайын болғанда 40 минут қойып қоямын.